Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге жұқпаның жасалу жолын үйретемін. Бізге керегі су. Суымыз мен 2 бокал құйдым. Тұзымызды саламыз. 1 жұмыртқамызды. Сосын 1 ас қасық майонезімізді салып жақсылап араластырып, ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң демалдыруға қойып қоямыз. Ішіне қосатын салмамызды дайындаймыз. Пиязымызды видеодағыдай үлкен-үлкен етіп турап дайындап аламыз. Келесі жусайымызды да майдалап турап дайындап аламыз. Бауырымызды майдалап турап блендерден өткізіп аламыз. Бауырдың орнына фарш қолдансаңыз да болады. Мінекей дайын. Келесі ащы бұрышымызды майдалап турап, мен барлығын емес жартысын ғана қостым. Табамызға 1 пиала майымызды құйып, май қызған соң пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Қақпағын жаппаймыз. Пиязымыз осылай қып-қызыл болып қуырылған соң, майымызды салып, менде құйрық ет артқыштан өткізілген. Осыны жақсылап 5 минут қуырып аламыз. Май бір әдемілікті береді, жұмсақтық. Қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Майымыз бен пиязымызды бір 5 минут қуырып аламыз. Қуырылып болған соң, блендерден өткізілген бауырымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Көп қуырып жүрмеңіздер, онда бауырымыз қатты болып қалады. Жақсылап араластырып, 5 минут қуырып аламыз. Көп қатты қуырып жүрмеңіздер, онда бауырымыз қатты болып қалады. Дайын болған соң, жусайымызды, приправаларымызды менде қара, қызыл, бұрыш, тұзымызды салып, сосын ащы пересімізді салып, бір 2-3 минут қуырамыз. Міне, қуырып болдық. Осы салмамыз дайын болады. Осындай болып әдемі болады. Қамырымызды 2 зуала қыламыз. Мантыға жайғандай қылып, үлкен қылып, видеодағыдай кесіп шығамыз. Сосын табамызды алып, менде кеседегі маймен су. Өсі бетіне кесечкамен жағып, су жағын астына қарай аударамыз. Сосын бетіне тағы майымызды салып, суымыз бен май қосылған қоспамызды жағып, осы видеодағыдай қайталап пісіреміз. Жұқпамыздың қызарған жағын астына қарай, ақ жағын ішіне қарай қойып, ішіне начинкамызды салып, осы видеодағыдай орап қоябыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл қонақ күткенге де дастарханыңыздың көркін ашады. Тез әрі оңай дайындалады. Егер видео ұнаса, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ішін көрсеңіздер, әп-әдемі тәбетті ашатын тойымды тағам.